Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын, яғни қайнатпалы кремнің жасау жолын көрсететін боламын. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар осылар. Ең бірінші, жұмыртқа мен қантты жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Шай қасық лимон шырынын қосып, кішкене араластырып жібереміз. Егер де лимон шырыны болмаса, қосудың қажеті жоқ. Кейін крахмалды қосамыз. Бұны да жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік қалмауы керек. Мен бұл жерде жүгері крахмалын қостым. Егер де сіздерде жүгері картоп крахмалы болмаса, кәдімгі ұнмен алмастыра берсеңіз болады. Енді дайындап алған сүтімізді отқа қойып пісірмейміз. Пісуіне кішкене қалған кезде жаңағы дайындап алған қоспаларымызға біраз бөлігін құямыз. Сүттің біраз бөлігін құйып болған соң жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қайтып осының барлығын сүтке құямыз. Енді құйып алған соң, осылай венчикпен жақсылап араластырып тұрамыз, тоқтаусыз. Қою болғанша араластыра береміз. Әйтпесем асты жабысып қалуы мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қоюланды. Қою бола бастаған кезде сармайды салып, осылай араластырып жібереміз. Крем дайын болды. Өте қою, дәмі де өте дәмді шықты. Енді бұны басқа ыдысқа құйып суытатын боламыз. Бетін осылай пищевой пленкамен жауып суытамыз. Осылай бетіне тигізіп қоямыз. Крем суды. Көріп тұрғандарыңыздай өте қою, әдемі болып шықты, дәмі де өте керемет шықты. Егер де сіздерге қанты аздау болса, сахни пудра қосып, қантын көбейтсеңіз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қазір сіздерге көрсетемін. Дәл осылай мешокқа салып, бірақ қатты қою болмайды, кішкене сұйықтау болып тұрады. Бірақ бұны жаңа торттардың арасына қоссаңыз бола береді. Яғни балды тортқа, бисквиттерге және де басқа да торттардың арасына крем ретінде қолдансаңыз болады. Дәмі өте әдемі шығады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Мен бұл кремді балды тортқа дайындадым. Дәл осы балды торттың рецептісін осы видеоның описаниесіне қалдырып кетемін. Бұл жерде кішкене рецептісі көптеу, жаңағы мен жасаған видеодан қарағанда үлкен қылып жасайтын болғандықтан кішкене көбейттім құрамын. Сіз жасап көріңіз, сол балды тортты ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Өте жұмсақ шығады. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз.